қысқа сөйлеуге тырысайын. Менің ойымша, ең бірінші әрбіріміз миссионер бола білу керекпіз. 19 ғасырда, әлі орта ғасырда өмір сүрген қазақ халқын 21 ғасырға аттандырып, қазақтың білімін, ғылымын, медицинасын бәрін қазақ тілінде және жаңашыл жасаған алаштың зиялылары болды. Олар ешқашан көп болған жоқ. Осы күнде жаңа Айдос мырза өте жақсы айтты, Алаш Орданың таяғына байланысты әлі бірде-бір роман жазылған жоқ деп. Алаш Ордашылар ешқашан көп болған емес. 300 кісі болған шығар, 500 кісі болған шығар, 1000 кісі болған шығар, бірақ мыңнан көп болған жоқ. Бірақ сол азғантай ғана қазақтың зиялы қауымы бүкіл қазақтың тілін, ғылымын, білімін, медицинасын бәрін жасап кетті. Себебі олар миссионерлер бола білді. Бір жақ тулақтар елді, жерді, қатын бала-шағаны тастап, қауғасын аралап, қазақтың тілі үшін, елдің болашағы үшін күресе білді. Ең қиын заманда және бүгінгі біз білетін қазақ қоғамын, қазақ мәдениетін, қазақтың ғылымын, білімін, әдебиетін жасап кетті. Мен мұның бәрін не үшін айтып жатырмын? Біздер дәл солар секілді қазір миссионер бола білу керекпіз. Бір жақтар айтты, Әлихан Бөкейхановтар айтты, қазақтың білімі де ғылымы да қазір азғантай ғана солтүстік Қазақстанның бір ғана бөлігінде топтасты. Біз оны батысқа, шығысқа, оңтүстікке апару керекпіз, жеткізу керекпіз және сол жақтағы қазақтың басын біріктіру керекпіз. Бір тұтас ұлт екенімізді дәлелдеу керекпіз деді. Маңғыстауды, солтүстік Қазақстанның шекарасын Әлімхан Ермектер, Ахмет Байтұрсыновтар алып қалған кезде олар ешқашан көп болған жоқ. Олар аз болды, бірақ аз болса да саз бола білді. Бұның бәрін не үшін айтып отырмын? Біздер мына бүгінгі қазақтың білімі де, ғылымы да, мәдениеті де, қазақ тілінде жасалатын дүниенің 90-95% Алматы қаласында жасалуда қазір. Міне осы Мұхтар ағаны тыңдап, осындағы қазақтың ақсақалды азаматтарын тыңдап өткен сіздер мен біздер миссионер, қазақ тілінің миссионері болу керекпіз. Неге? Себебі солтүстік Қазақстанда қазақ тілінің үстемдігін мойындайтын жатқан үлкен халық жатыр. Ол жаққа өкінішке қарай біздер осы жерде сөйлейміз. Алматы қаласында, оңтүстік Қазақстанда азды-көпті қазақ тілінің мәселесі шешіліп келе жатыр. Иә, мүмкін әлі қордаланған мәселелер бар, бірақ та жаңағы айтылған ақпараттардың бәрі тіл мәселесін дәл қазіргі таңда оңтүстік Қазақстанда болсын, Алматыда болсын қатты ушығып тұрған жоқ екендігінің көрінісі. Ал бірақ солтүстік Қазақстанда әлі күнге шейін Айдалы Павлодар қаласында 40 мектеп болатын болса, соның 35-і орыс тілінде білім береді. Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл, Қызылжар қаласы бар, Қостанай қаласы бар, Көкшетау қаласы бар, Өскемен қаласы бар. Бұл қалалардың бәріне бүгін осы кеште болған, осы кеште тыңдаған мынау жастар, филологияны бітіріп жатқан, журналистиканы бітіріп жатқан, басқа да ғылымда білімде жүрген жастардың барлығы солтүстік Қазақстанға барып, кешегі мыржақовтар, Әлихандар секілді миссионерлік міндет атқарып, бүкіл қазақ елінің тұтастығын және бүкіл қазақ елінің қазақ тілінде сөйлеу үшін қызмет жасау керек. Бұл ұлттың мүддесі. Неге алаштың зиялылары аз болды? Біз жаңа айтып жатырмыз, халық көтеру керек деп. Халықтың бәрін көтеру қиын болады. Халық көтерілсін, содан кейін барып мен көтеремін, ұлттың мәселесімен айналысам, тілдің мәселесімен айналысам деген болмайды. Біздер кешегі алаштың зиялылары сияқты мүмкін бүгінде қазақ тілі үшін күресетін халық аз болады. Зиялылар аз болады. Бірақ та әрқайсымыз күресе білу керекпіз. Әрқайсымыз принципшіл бола білу керекпіз. Әлде 47% қазақтың балалары Астанада орыс мектебінде оқып жатыр деп айтып жатырмыз. Алматы қаласында жаңа Мұхтар ағам айтты, 40%-ға жуық қазақтың балалары әлі үшін орыс мектебіне барады деді. Оларды өкімет итеріп мәжбүрлеп жатқан жоқ қой? Сен балаңды орыс мектебіне бер деді. Оларды мемлекет, билік, Америка, Қытай, орыс немесе Ресей мәжбүрлеп жатқан жоқ қой? Сен балаңды орыс мектебіне бер деді. Біз сізбен біздің үнсіздігімізден және немқұрайлығымыздан сіздің көршіңіз қажет болатын болса, балаңыз қажет болатын болса, немереңіз және көршіңіз, туысқаныңыз өз баласын орыс мектебіне беріп жатыр. Өз баласын орыс балабақшасына беріп жатыр. Өз ағайындарымыздың, туыстарымыздың арасында ондайлар қаншама. Сондықтан принципшіл бола білейік. Егер де сіздің туысыңыз, балаңыз, немереңіз, өзінің ұрпағын, одан кейінгі інілер, қарындастарын орыс мектебіне беріп алса, қазақ тіліндегі білімді, ғылымды талап етпейтін болса, онымен араласпайтын жағдайға дейін бару керекпіз. Тек сол кезде ғана өзімізден бастаған кезде, менің ойымша тілдің мәселесіне байланысты әртүрлі жетістіктерге жетуге болады.
Son 12 ай ұлттың мәселесі, тілдің және елдің мәселесі еш жерде айтылмайды. Еш жерде айтылмайды. Қайсыңыз жинап қазақтың, ұлттың, елдің, тілдің мәселесін айттыңыз? Ешқайсыңыз айтқан жоқсыз. Тек Мұхтар аға жылына бір рет үш рет жинайды. Сондықтан менің айтқым келгені осы жиналысқа аға мәдени осы жиналысқа дайындық барысында, осы жиналысты жинау барысында, осы жиынды жинау барысында әртүрлі амбицияларымызды қазақтың ұлтшыл азаматтары, ағалары, көкелері амбицияларымызды сыртқа тастаңыздар. Амбицияларымыз Мұхтар ағаның амбициясынан 100 есе 1000 есе күшті болса да, әлемді басқарғымыз келсе де, тек қазақ емес, қазақтың ұлтшылдары емес. 22 желтоқсан күні, 22 қыркүйек күні Мұхтар ағаның қасынан табылып, дәл осы жиынды ең үлкен ауқымды дәрежеде жасауға әрбіріміз атсалысу керексіздер. Өкінішке қарай, дәл оны біз көріп отырған жоқпыз. Ауызбіршілік туралы көп айтамыз, құрылтайлар туралы көп айтамыз, елдің, қоғамның, қазақтың, қалаберді қазақ ұлтшылдарының бірлігі туралы көп айтамыз. Бірақ та дәл осы 22 қыркүйекке келген кезде, бір апта, 2 апта қалған кезде, жиналысқа келіп, елдің бірлігі туралы, қазақтың бірлігі туралы, қазақ тілінің болашағы туралы айтып, дәл бүгінгі жиынға келмеген ағаларымыз бар өкінішке қарай. Қайда? Сондықтан 22 қыркүйек күні әрбір қазақ өзінің жүрегінде сақтау керек. Қазақстанның қай түкпірінде болмасын, 22 қыркүйек жылына бір рет бұл қазақтың ұлттық мәселесінің, тілдік мәселесінің айтылатын күні. Дәл осы